Төменгі аяқтың анатомиясының жалпы шолу. Жалпы бұл аймаққа кіретін сүйектер бізде жамбас белбеуі, ортан жілік, асықты жілік, кіші жіліншік сүйектері, одан кейін табан сүйектері. Жалпы негізінен бұл аймаққа көп күш түседі, өйткені вертикальды жүруімізге, көп қозғалуымызға, жүгіруімізге қатысатын сүйектер болғандықтан, жалпы бұл аймаққа кіретін сүйектерді біз екі бөлікке тағы бөлеміз. Ол қозғалатын, қозғалмайтын бөлік деп. Қозғалмайтын бөлікке бізге осы жамбас белбеуі жатады. Жамбас белбеуі жалпы үш сүйектен қосындысынан пайда болған. Ол бізде екі жамбас сүйегі, одан кейін сегіз көз. Жалпы сегіз көз бізде төрт жұп өзінің санауларынан тұратын осы омыртқалардың бітісіп кеткен сүйегі. Ол бел омыртқаларының жалғасы болып табылады. Біздегі жұлын үшінші, төртінші бел омыртқаларынан аяқталса, ат құйрығы ол жаңағы жұлынның жалғасы осы жерге дейін жалғасады екен. Енді жалпы осы жамбас белбеуіндегі жамбас сүйегінің өзі үш бөлімнен тұрады. Ол бізде мықын сүйек, қасаға сүйек, одан кейін шонданай деген сүйектен тұрады. Осы қасаға сүйек бізде қасаға симфизін құрайды. Ол қасаға симфизінің маңызы бізде босанатын, яғни әйелдер босанған кезде өзінің көмегін тигізеді. Жалпы мен саған келесі бөлімде осы жамбас белбеуінің бұлшықеттерін, нервтерін, артерияларын айтып беретін боламын.